саламатсыздар ма? Біздегі бүгін өтетін тақырыбымыз қол жуу техникасы. Қол жуу техникасы желтоқсан 2 күні 2022 жыл 151 бұйрық бойынша бекітілген. Қазір біз сіздерге қол жуу техникасын көрсететін боламыз. Біздегі алғашқы мән беретін жайт ол қолымызда ешқандай артық зат болмауы қажет, және де судың температурасын қарап аламыз. Қолымызға кішкене сұйық сабын аламыз. Бізде қол жуу техникасы 6 этаптан тұрады. Әрбір этап 5 реттен қайталанады. Біздегі бірінші этап алақанның ішкі беті 1, 2, 3, 4, 5. Екінші этап оң қол мен сол қолдың сыртқы бетін екелейміз. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Біздегі үшінші этап алақанның ішкі беті, яғни саусақтардың арасы. 1, 2, 3, 4, 5. Біздегі төртінші этап құлып тәрізді этап болады. Ол да 5 рет қайталанады. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Біздегі кейінгі этап алақанның баспалары 1, 2, 3, 4, 5 және білек. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Біздегі соңғы этап алақан ішкі бетімен және де саусақтардың тырнақтардың ұштары. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Қолымызды жақсылап шаямыз. Суда алақанымызды шындақпен өшіретін боламыз. Және де бір реттік қолданылатын салфеткалармен сүртетін боламыз.